Қазір осы кемптің бәрін осы екеуімен істеп жатырмыз қазір. Өйткені біреуі көбірек еңкейеді, біреуінің қолы ұзын, артқа көп жұмыс істей алады деген сияқты. Лара сияқты істей алатын боксшылар. Ойладық, үшеу төртеумен істейтін шығармыз деп ақылдастық. Бірақ осы екі жігітті ғана қалдыруды жөн көрдік, өйткені өз қазақта сөз бар ғой, аузы күйген үрлеп ішеді деп. Бұрын осы жекпе-жекке жақын қалған кездерде жаңа спарринг партнерлар алып келгенбіз ғой. Біреуі кәдімгі шынтағын тосады, біреуі баспен ұрады, біреулерінің перчаткілері кәдімгідей жұқа, әдейі істей ма, арнайы сөйтіп келе ма, біреу сөйтіп жібере ма, мен түсінбедім. Оның ішінде не болса да, кәдімгі тиген кезде бір қолы тиіп, Жәнібектің қабағы жыртылып кеткен бір сәт болды бізде. Одан кейін Жәнібек печеньге ұрып атқан кезде бір әдейі бір шынтағын тосып, мына қолын сындырып алған кезіміз болды. Сөйтіп бәрі басымызға тиді, әр нәрседен көріп сабақ алып, осы маңызды жекпе-жектің алдында өзіміз бірінші күннен бастап істеп жатқан екі спарринг партнермен істейміз деп шештік. Қазір осы екі спарринг партнер тренерлері бар, соларға айтып қоямыз. Бізге былай істеу керек. Лара рингте мынандай нәрселерді көп жасайды. Сендер де солай жасаңдар, бір-екі соққыды, түзу соққыларды жиі ұрыңдар деп оларға да сондай тапсырма береміз. Олар сол 4 раунд болса 4 раунд, 8 раунд болса 8 раунд бойы сол нәрсені жасауға тырысады. Спарринг қарсылас таңдаған кезде де өте мұқият болмаса, бұл жерде саған бір жан ашып, сені бір жеңіске жетіп, жарқырап жүрсе екен деп тілейтіндер, мен ойлаймын, бір санаулақ деп ойлаймын. Әркім әртүрлі оймен келеді, әркімнің пиғалы әртүрлі. Міндетті түрде біз қолғабын тексереміз қазір спарринг қарсыластардың. Кеше бір спарринг қарсыласымыз мысалы тұмау тиіп ауырып қалды. Тұмау болып жатсын, кеме деп оны келгізбей қойдық. Соның бәрін қарамасаң, енді спарринг қарсыластарға біз ақша төлейміз ғой. Бұлар жасырып, ауырса да келіп бокс жасай беруі мүмкін Жәнібектің, бірақ жұқтырады ауру. Салмақ қуып жатқаннан кейін, диета ұстап жатқаннан кейін иммунитетте әлсіз болады. Сондықтан кез келген қазір сәл салқын тиіп қалса болды, біреу тұмау болып тұрса болды, тез жұғады. Соның бәріне өте бір ұқыптылықпен, тиянақтылықпен қарау керек. Спарринг қарсылас екен, бокс жаса дегеніміз бізді форма кіргізеді екен деп бокс жасай бермейміз. Осындай бір өзінің бір көріне бермейтін, айтыла бермейтін бір заңдылықтар бар ішінде. Бүгін мысалға 8 раунд істедік. 75-80%-ға адам өзінің көрінеді ғой, формаға кіргені. Сырттан бекінге де, тренерларға да көрініп тұр. Сол себепті жаттығуды азайту, жаттығуды көбейту, бәрін жоспарлап істеу керек. Өйткені формаға кірген кезде адам пикта тұрады. Ал пикта тұрған кезде адам жарысқа, бойға келген кезде асып кетпеу керек пиктан. Сол себепті осы нәрсені бәрін жоспарлап, бәріміз бір-бірімізбен бөлісіп жатырмыз. Енді үшінші титулға жұдырықтасайын деп жатырмыз. Бәрібір Лараның өзінің аты бар, заты бар, ел таниды. Бір қосымша бір уайым бар ма, әлде кәдімгі бір қарсылас сияқты ма? Маған керісінше маған қуаныш сияқты. Да? Өйткені бұндай біздің армандаған мақсат, осындайға бір қадам жақындағанымыз мен үшін қуаныш. Себебі бұл Лараның өзі аңыз боксшы ғой. Қаншама айла тәсілдері бар, қаншама мықты чемпиондарды ойсырата ұтқан. Сол үшін мен үшін қуаныш бұл. Енді бұл жерде біздің аянып қалмайтынымыз 100%. Себебі бұндай кубалық стильдерді білеміз. Ол әуесқой бокста да бокстасып көргенбіз. Бізге сөз болмайды деп ойлаймын. 2018 жылы Америкаға келген кезде тарих жасаймыз деп келдік қой. Бір жекпе-жектерден кейін интерконтиненталь, глобал деген титулдарды алдық. Қуанып, енді бір әлем чемпионы болмасақ та, міне рейтингқа кірдік қой, титул алдық қой деп мәз болып жүрдік. Санаулы уақыт өткеннен кейін WBO-ның әлем чемпионы болдық. Сәл уақыт өткеннен кейін қарасақ, екі бірдей чемпиондық титулды алдық IBF-ті. Енді міне 7-ші жыл, осы 7-ші жыл дегенде 3-ші әлем чемпионы титулына жұдырықтасайын деп жатырмыз. Бір қуанатынымыз әрине, біз
көп уақыт жоғалтып жатқан жоқпыз. Әу бастағы мақсатымызға негізі біз өзіміз ойлағаннан да тез жетіп жатырмыз. Құдай қаласа мен ойлаймын, бір 20-шы жекпе-жекке жеткізбей 4 титулды алып, 21-ші жекпе-жекте басқа салмақтың әлем чемпион титулына жұдырықтасатын шығармыз. Мақсат осы. Қаншама қазақ елде тақым қысып отыр. Қаншама қазақ біз үшін осылар жеңсе екен, көк туды желбіретсе екен деп отыр. Қаншама ата-апалар, әжелер, ағалар дұғасына қосып, намазында тілек тілеп жатыр. Сондықтан осындай бір үлкен жауапкершілік сезінгеннен кейін кәдімгідей уайымыңа уайым қосылады екен. Құдай қаласа оңай емес. Бұл қазақ ұлты үшін өте жауапты дүние. Өйткені бұрын соңды ешқандай қазақ 3 титулға жұдырықтаспаған. Жәнібек бірінші рет 3 бірдей әлем чемпион титулына жұдырықтасайын деп жатыр. Қателесіп қалмасақ екен, сүрініп қалмасақ екен, елдің сенімін ақтасақ екен. Жәнібекке еліктеп отырған қаншама жастар бар. Мен өскенде Жәнібек сияқты чемпион болам. Мен өскенде осы қазақ стайл сияқты команда құрам деп отырған қаншама жастар бар. Солардың бір сенімдеріне бір селкеу түсірмей, солардың да бір үмітін ақтағымыз келеді.